Кеуек. Саздау жерге еккен бе, екі асқабақтың дәні әлдеқашанғы аузын жарғанмен, үстін басқан қатты жерді кеулеп шыға алмады. Сірескен саз мызғымады. Бұлар саз астында мойындарын созып, жарық дүниеге шығар саңылау іздеп жүріп кездесіп қалды. Қап-қараңғы жер астынан туысын кездестіргеніне қуанған бірі: "Мына жерден қалай шығамыз?" деп сұрады. "Сазды тесіп шығамын", деді екіншісі. Өзінің мына міз бақпас сазды тесе алмасын білген біріншісі: "Мен айналып өтемін", деді. Қысыл-таяң кезде кездескен туысымен жолы бір емесін біліп, іштей қамығып тұрса да, сәттілік тілеп өз жөніне кетті. Не керек? Екеуі де айтқанда тұрды. Бірі сазды қақ жарып тесті. Бірақ табақтай екі құлағын шығара алмай, біраз әуреленді. Кішкентай ғана қуыстан дәу жапырақ құлақ бүктетіліп, майысып, жырылып әрең шықты. Жырылған жер бірте-бірте сарғайып кетті. Бет-аузы сарала жырық асқабақтың түрі сүйкімсіз көрінеді. Екінші асқабақта сазды айналып жүріп, жарық дүниен бір көрді. Оның топырақ астында сабағы ұзын болғанымен, екі құлаққа ұқсас жапырақ жайқалып жайылып тұр. Сызықсыз, жап-жас, сүйкімді. Күнде бұларға аямай нұрын төкті. Нұр құйылған жас көкірек құлпырып өсті. Әу баста сүйкімсіздіктен дым қалмады. Әп-әдемі. Жерде кеуделеріне бар құнарын құйды. Жаңбырда аямай суарды. Өсіп кетулеріне жан-жақтан жасаған жақсылық көп болды. Көп замай екеуі де гүл атты. Гүлдері қандай десейші? Тоста қандай, қызыл сары, бірінен бірі өткен сұлу гүлдер созда өскен ұзын сабаққа өң беріп құлпыртып жіберді. Айналаға жұпар иіс шашты. Бақша шетіне егілген екеу бойшаң еді. Олар шарбақты бойлай өсті. Бір күні шарбақ қоршауынан әлде қандай ұзын бір асқабақтың сабағы бақша сыртына қарай ауып кетті. Ал екінші асқабақ ұзарып барып бақша ішіне қарай құлай түсіп, жер бауырлап жатты. Сырт жақ дала. Асқабаққа өзінің айдалаға қарап жатқан мына жатысы ұнамады. Әрбір тыраштан мойын қанша созса да, бақшаны бойлап ішке ене алмады. Бірақ ол амал тапты. Шарбақтың ұзын-ұзын тіреулерінің арасынан көктемде қатты сазды қалай жарып шықса, дәл сондай ерлікпен сабағын кіргізді. Бір бөлігі сырт жақта қалса да, беті бақшаға қарады. Бақшадағы барлық өсімдік оған "о" десіп таң қалды. Ол да өзінің қайсар мінезіне риза болды. Жазда ара-тұра жаңбыр жауады. Бір күні жаңбыр қатты құйды. Аспан суын сіміре ішіп, ой, бір рахаттанды. Жалпа жапырағын сілкіп жіберіп, бір сергіп қалғанымен, денесі ауырлап, шарбаққа асыла алмай бір қапталға қисайып қалды. Асқабақ дереу ес жиды. Сабағында орала өсіп тұрған өркенін жазып, ағаш қоршауға жабысты. Сол күннен бастап ол суды ішуді доғарды. Жаңбыр қанша жауса да, бір татып алмады. Күн қанша шуағын төксе де, бетін жапырақпен көлегейлеп, бойына дарытпады. Жерден де, күннен де нәр алмаса да, гүлінің асты томпиып, дәнегі біліне бастады. Қанша жаңбыр суын қанып ішсе де, күн нұрын аямай жұтса да, екінші асқабақтың жемісі мұныкімен бірдей ақ өсіп жатты. Сырт көзге екеуіне ешқандай өзгеріс білінбеді. Жел желпісе, өркенмен ағашты мықтап орап алған асқабақ тербеле толқып бақшаға әдемі көріп беріп тұрды. Шыртақтың сыры кеткен өңін жайқалған әдемі жапырағымен жауып айналаға ерекше сән берді. Қасынан бұлай-бұлай өткен адамдар: "Асқабақты бақша шетіне егу керек екен. Қарашы, тіреу қағып әуре болмайсың, өзі өрмелеп өсе береді" деп сүйсіне қарады. Ал екінші асқабақ жер бауырлап өсіп, қияр қауындардың үстін басып, онша көзге көрінбей қалды. Оның өсіп жатқан тек қияр терекелген балалар көріп, "Ой, мына асқабақтай жағаласып" деп пілдің құлағында жапырағын аяғымен қақ жіберіп, қисайып кетіп жүрді. Жапырағы сынып ауырсынса да, ол түйнегін мәпеледі. Балалардан қорғап бауырына жасырды. Бір күні ол: "Топырақ құрамының керемет бір дәмді сезім. Сен ше?" деп сұрады шарбаққа өрмелеп шығып алған көршісіне. "Топырақтың әртүрлі дәмін татып жүрем деп, шарбақтан тас қылып ұстай алмай қалармын. Құлпырып көзге түсіп тұрғаннан артық не бақыт бар дейсің?" деді көршісі. Мұның ойы екінші асқабақтың көңіліне қонбады. "Ау, топырақтың нәрін алмасаң, ана өсіп келе жатқан балапанды немен қоректендіресің?" деді. Өсіп қалған түйнегіне бір, көршісінің түйнегіне бір қараған ол, олардың сыртқы пошымынан еш өзгеріс байқалмады. "Қанша керемет нәр іздесең де, бөпешің менің баламнан үлкен болып өсіп кеткен жоқ қой, екеуі бірдей" деді.
Шынымен де олар бірдей еді. Бұл асқабақ еш нәрсе айта алмады. Бірақ ол бойына тамыр жеткен жердің нәрін жинап, түйнегіне құя берді. Ал мына асқабақтың бар ойы шарбақтан айырылып қалмау болды. Сол арқылы көзге түсіп, әдемі болып қалуды ойлады. Бір күні екеуінде жемісі табақтай болып өсті. Бұл уақытта жер бауырлай өскен асқабақтың шарбаққа ілсек, ауыр жемісі сабағын жұлып кетер ме деп еді. Шарбаққа жабысқан асқабақтың да жемісі табақтай болып жетілді. Бірақ сабақты да жұлмай, өзі де жұлынып түспей, әдемі өсіп тұр. Бәрін осы қасиетіне таң қалып қараған асқабақтың кеудесіне мақтаныш ұялатты. Көз түсіп, адамдар жеміс-жидек жинауға кірісті. Кезек асқабаққа да келді. Бәрін жинап алған адам ерекше асқабаққа жақындады. Салмақтап көрді, жеп-жеңіл екен. Салмағы ауыр асқабаққа мейіріммен қарап, риза кейіпте қыстық азық сақтайтын қоймасына апарып салды. Бір қызығы, үнемі мақтап жүретін адам өзіне осы жолы көңіл аударар емес, оның жемісін жинауды кейінге қалдырған секілді. Бұл соған алаңдай бастады. Көршісі әлде қашан беті балбұл жанып бақыттан басы айналып қоймаға кетті. Ал бұл сап-сары жапырақтың арасында күздің суық желіне шыдай алмай, сұп-сұр болып әліп тұр. Ең соңынан бақшада өзінен басқа ештеңе қалмағанда адам асықпай басып қасына жақындады. Қолындағы пышағымен мұның сүйір бөлігін кесіп көрді. Көрді де таң-тамаша болды. Асқабақтың ортасы боз қуыс екен. Мынау кеуек болып өсіпті ғой, деді. Қызық екен мынау, деді әкесіне бақша жұмысына көмектесіп жүрген баласы. Әке, бұл өзі құмыраға ұқсас екен. Мұны құмыра ретінде пайдаланайық, деді. Сөйтті де екеуі оның ішін шашылып жүрген дәнінен тазалап, өзі жабысып өскен шарбақтың бір шыртасына төңкере салды. Ол сол күйі шарбақ бұтағында біраз уақыт ілініп тұрды. Жел соқса бірге даңғырлады. Өзі де даңғырлақ мінезден даңғырлақ өмір бұйырды. Біраз уақыт шарбақта ілініп тұрған оны жел ұшырып алып кетті. Ал оны адамдар шарбаққа ілген күні ұмытып кеткен еді. Жел оны қайда апарып тастаған білмейміз. Себебі оның ұмытылғаны сондай, тіпті қайтып еске түспеді. Бір ғажабы, оның артында ұрпағы қалды. Баяғы адам тазалап тастаған дәні топыраққа көміліп қалған еді. Адам келесі күзде тағы да даңғырлаған кеуекті көрді. Оны да ағаш бұтағына төңкерді. Кеуек өсімдікке тек ағаш басында төңкеріліп тұру, артынан жын ұрған желдің ойыншығы болу бұйырған секілді. Себебі бұл кеуекті де жел айдап кеткен еді. Şu